Сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай шоколадный пирог пісіретін боламыз. Қажетті заттардың мөлшері описание бөліміне жазып кететін боламын. Ешқандай духовканың қажеті жоқ. Бізге ең алдымен кез келген печенье түрі және де грек жаңғағы қажет. Бұл печеньені біз өте сақтамайтын боламыз. Бір печенье 2-3 бөлікке бөлсеңіз жеткілікті. Үгітудің қажеті жоқ. Және соның үстіне грек жаңғағын араластырып қоятын боламыз. Таза ыдысқа қантты және какаоны салып жақсылап біркелкі қылып араластырып, үстіне су құйып, баяу отқа қоямыз. Осылай араласқаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы майымызды салып, тағы да араластырып, астын басып қоямыз. Ол жақсылап қайнауы керек, сонда бізде қою масса шығады. Мінекей осындай видеода көріп тұрғандарыңызда шығу қажет. Дайын болған массаны печеньенің үстіне қосып, жақсылап араластырамыз және де пергаментпен осындай форманы дайындап қоямыз да, соның үстіне салып, холодильникке қойып қоямыз. Жоқ дегенде 1-2 сағат тұру керек өз формасын сақтау үшін. Бетіне глазур жасаймыз, оған май және шоколадымызды жақсылап ерітіп аламыз. Микроволновкаға салып ерітсеңіздер болады, немесе қайнаған судың үстіне қойып, буына ерітсеңіздер де болады. Дайын болған глазурды холодильникте тұрған печеньеміздің үстіне бір тегіс қылып жайып шығамыз. Жайып алғаннан кейін холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде бұл біркелкі болып қатып жақсы шығады. Және де мен 2 сағат тұрды. Содан кейін шетін осындай ақырындап пышақпен кесіп, формадан босатып алдық. Бетін өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен кокосовый стружкиді қосып, осылай әсемдеп шықтым. Мінекей достар, біздің осындай шоколадный пирогымыз дайын болды. Небәрі 3-4 ингредиенттен тұрады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.